Молдова Республикасының тәуелсіздік күніне орай 26 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында Кишинев қаласында әлемдік поэзия форумы өтті. Әдебиеттің ұлы мұраты мен адамзаттың ортақ рухани құндылықтарын насихаттауға арналған бұл форумға әлемнің 30-ға жуық елінен ақындар мен әдебиет майталмандары жиналды. Форум аясында қазақ поэзиясы биік бағасын алды. Мемлекеттік сыйлықтың иегері ақын Ұлықбек Есдәулеттің жырлары румын тіліне тәржімаланып, жаңа жыр жинағының тұсаукесері өтті. Қарапима поэмасы мен таңдаулы өлеңдер топтастырылған кітаптың аудармасын белгілі румын ақыны әдебиеттанушысы Татьяна Дажаби жасаған. Форумда Қазақстанда жақында өткен Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойы кеңінен әңгімеге арқауға айналды. Қаламгерлер Абай елі Семей қаласының қонақжайлылығын, іс-шараның жоғары деңгейде ұйымдастырылғандығын ерекше атап өткен. Мені бірнеше ай бұрын Кишинев қаласында өтеді. Дүниежүзілік поэзия фестиваліне шақырған болатын, арнайы шақырып келген. Соған енді осы жолы тамыздың 26-сынан қыркүйектің 1-іне дейін сол жаққа барып қайттым. Барғанда енді бұл жерде дүниежүзінің ақындары ар жақта жиналған келген. Солардың ішінде біздің Қазақстанда Абай облысында өткен Абайдың тойының аясында өзіміз ұйымдастырған дүниежүзілік поэзия фестиваліне қатынасқан 4-5 адам сол жерде кездесті. 4-5 ақын кездесті. Американың ақыны мысалы үшін, Үндістанның ақын қызы, Италияның ақыны, Румынияның ақындары. Солар біздің Қазақстанда өткен Абайдың тойын, Абай фестивалін жыр қылып айтқан екен. Барған кезде, сол ашылуы болған кезде ұйымдастырушылар анау Еминеску атындағы Румынияның поэзия академиясының президенті Ион Дьякон Абайдың тойына келе алған жоқ болады ғой. Сол өзі бастап сөйткен ана Кишинев қаласындағы Молдова Америка университеті, сол университеттің ректоры Георгий Аборник деген доктор, ғылым докторы, Кишиневтағы фестивальді ашқан кіріспе сөздерінің осының алдында Қазақстанда өте әдемі тамаша поэзия фестивалі өткендігін, соған сол фестивальдің тақырыбы бүкіл ақындар қауымына, поэзияның да жүрген әлемдің ақындар қауымына жайылғандығы туралы әңгіме айтты кәдімгідей. Дегенмен түрлі себептерге байланысты бұл форумға келе алмай қалған қаламгерлер де болды. Соған қарамастан олардың ақжарма лебіздері форум қатысушыларына хат және бейне жолдаулар арқылы жолданып, жылы ықыластарын білдірді. Абай еліне Семейде өткен шараға да әлемнің түкпір-түкпірінен ақындар мен әдебиет өкілдері өз еріктерімен, өз қаражаттарымен келген. Олар үшін қазақ даласының ұлы Абай топырағының бір уысын басу рухани қажылықпен тең. Кейбір әлеуметтік желілерде тараған ақындарды Абай облысының әкімдігі қаржыландырып шақырыпты деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Шетелден келген қонақтардың өзі де бұл қауесеттің жалған екенін, ұлы Абайға деген құрметпен келгендігін нақты айтты. Бұл қазақтың ойшылы, ұлы Абай Құнанбайұлының тек қазақ еліне ғана емес, әлем әдебиетіне ортақ тұлға екендігінің, оның поэзиясының шекарамен шектеуге бағынбайтындығының дәлелі. Үндістанның ақын қызы ол жыр қылып айтты. Қандай керемет болғандығы жөн. Осы Билл Боллак дейтін Американың ақыны. Ол деген мен қайтадан барып, тіпті тегін жұмыс істеуге бармын. Сабақ бергім келеді. Қазақстанға, оның ішінде Семейге, басқа жақтарға қай жер десеңіздер де, мен барып ең кемінде бір 2 апта тұрсам қазақтарды зерттесем деген әңгіме айтады. Поэзия фестиваліне әлемнің ақындары Семейге келген кезде өз ақшаларымен келді. Олар жолын бәрін өздері төлеп келді. Жалпы әлемдік поэзия фестивальдарының да өзінің ерекшелігі. Оған шақырған жағдайлардың келесін ап бермейді.
олар өз қалталарымен келеді, бірақ шақырған жақ келгеннен кейінгі қонақжайлығын өздері көрсетеді. Сондай-ақ біз Кишиневқа да, мысалы үшін, өз есебімнен бардым, өз қаржыммен. Сол сияқты сонау Колумбияда да осындай дүниежүзілік фестивальға қатынасқанмын. Жаңа айттым, Түркияның да неше елдерінде, Кипрде де, сонымен қоса Монғолияда да, соның Францияда да өтіп жатқан фестивальдарға қатынасқанда біз өз қаржыларымызбен барғанбыз. Олар да солай өз қаржыларымен келеді. Сондықтан Семей облысы сұмдық ақша шығындапты, сөйтіпті, бүйтіпті деп біреулер жазып жатты. Оның бәрі шындыққа сәйкес келмейді. Ал енді келген қонаққа қонақжайлық таныту, ол біздің қазақтың өзінің салтында бар. Абайдың тойында олар шынын айтқанда қазақ қонақжайлығын көрді. Сонымен қоса олар мына Абай мен шәкәрім кесенесінің ортасындағы бір шұңқыр сияқты болып көрінеді ғой, амфитеатрды мынау әлемнің тілдеріндегі поэзияның әуезіне бөледі. Сол жерде қаншама тілде өлең оқылды. Шынын айтқан, бір жағында Абай атамыз жатыр, бір жағында шәкәрім атамыз жатыр. Және сол кісілердің кесенесіне кіріп Құран оқыған кезде олар ұлтына қарамай, дініне қарамай, барлығы да қолдарын жайып, беттерін сипап, әумин деп жатты бізбен бірге. Соған мен риза болдым. Бұлардың ақындардың біздің ұлы адамдарға деген тағзымы, құрметі деп білдім мен бұны. Руханият пен мәдениеттің алтын көпірі саналатын бұл форумда қазақ әдебиетінің шоқтығы, биік өкілдерінің шығармашылығы халықаралық деңгейде дәріптелді. Бұл ұлт руханиятының төрткүл дүниеге тараған тағы бір асыл үні.